Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Батулланың қабырғасын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Атырауда жасөспірім көпірден секіріп кетті. 20 мамыр күні сағат 22:30 шамасында Жайық өзенін патрульдеу кезінде орталық көпірден белгісіз ер адамның секіріп кеткені жөнінде хабарлама алған полицейлер дереу уақиға орнына жеткен. Полиция подполковнигі Абу Нурлан, полиция капитаны Ришат Беркалиев, көлік инспекциясының қызметкері Батырбек Жиреншин мен полиция аға лейтенанты Батырбек Камалов, полиция лейтенанты Заурбек Шайхматов өзен бетін қараңғыда дұрыс көрінбегені себепті ер адамды іздеу қиындыққа туғызғанын айтады. Кейін қызметкерлер суға секіріп, ер адамды бағытына суға секіріп жүзіп барып, қайыққа мінгізіп құтқарған. Қазіргі таңда көпірден секірген ер адамның 2006 жылғы жасөспірім екендігі белгілі болды. Оның бұл әрекетіне қатысты жедел тергеу тобы тексеру жұмыстарын бастап кетті. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.